Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан Ғылым Академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Әуезовтың шығармашылығында Абай жолы романының орны бөлек. Әуезов Абайдай ұлт мақтанышын дүние жүзіне танытқан қаламы қарымды қаламгер. Әуезов өзінің роман эпопеясында қазақ халқын, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан энциклопедиялық деңгейде жан-жақты ашып көрсетті. Әуезовтың Абай жолы роман эпопеясы әлемдік деңгейде 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деген жоғары бағаға ие болды. Алайда Абай жолы оңай жазыла салған шығарма емес. Әуезов кесек туындыны дүниеге әкелу үшін талай мұрағатты ақтарып, қаншама адаммен сырласып, ұйқысыз түндер өткізді. Роман жарық көргеннен кейін де қайта-қайта қудаланып, сынға ұшырады. Бірақ жазушы еш мойымады. Бірінші кітаптың басында Абай қаладан далаға бара жатады. Асығып, алып ұшып, ауылын сағынып келе жатады. Ал аяғында даладан қалаға кетіп бара жатады. Қарама қарсылыққа, қайшылыққа толы өз ауылынан өзі безіп, түңіліп қашып бара жатқандай. Осы екі арадағы 10 шақты жылда ауылынан Абай көрген жайды, Абай кешкен халді, Абай ұққан, Абай сезінген, Абай түйсінген сырларды бір шолып пайымдасақ, тек Абай басында болған өзгерістерді ғана емес, кітап толы кейіпкерлердің бәрін бір атмосфераға алған үлкен эволюцияны аңғаруға болар еді. Бұл да зергер қиюластырған тамаша композиция арқылы тұтасқан шынайылық. Орыс классиктерінің шыншыл дәстүрінен сусындаған Абайдың ендігі күрес жолының бір ұшы Россиядағы азаттық қозғалысымен жалғаса жаздағандай. Бірақ реалист жазушы тарихи шындық шеңберінен шықпайды. Абай алдынан тағдырдың тартары, революционердің үлесі емес, ағартушы ақынның сыбағасы екенін ұмытпайды. Дей тұрғанмен, қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздіктер мен күрес тақырыбы соңғы кітаптың күллі идеологиялық мазмұнын кеулеп, сюжеттік арқауына айналып кеткен. Жаңа мен ескінің тартысы енді осы арнада жүреді. Бұл тайталыстар бұрын ауыл аясында болса, енді қала тіршілігінде қамтиды. Қараңғы қазақ даласында рауандаған таң жарығындай Абай ағартушылығынан тараған осынау күрес сәулесі бұрын даладағы дәркембайлар мен базаралылар үстіне түссе, енді қаладағы әбендер мен әбділер, сейіттер мен сейілдер маңын нұрландырады. Абайдың екінші кітабы мына сөздермен аяқталған еді. Алда өмір, тартыс. Сол тартыста бұл жалғыз, бір қуаты, бір үміті бар. Қуаты ақындық, үміті халық. Алғашқы кітаптарда үлкен кісі ретінде қалыптасқан Абай, кейінгі кітаптарда ақын, қайраткер ретінде қиян-қилы қимыл әрекеттерге көшеді. Осы желінің ұзына бойында оның тарам-тарам өсу, даму жолдары, белес-белес өрістеу, шарықтау, биіктері жатыр. Бір кереметі, осылардың бәрі тек қана сыртқы сарт-сұрт, ылғи қолма-қол, қимыл күшпен емес, шығармашылық іспен, яғни ішкі көңіл күйіндегі нәзік ағыстар мен толқындар арқылы, солардың сан түрлі иірімдері арқылы қат-қабат астарлы көрініс табады. Қаһарман іштей түлеп өседі. Демек, рухани мағынасында Абай бір жағынан сыр мен сезімнен, ой мен санадан құйылып жасалған терең психологиялық тұлға. Бас кейіпкердің парасат пен философияға толы болмыс бітіміндегі қайталанбас қадір қасиетте осында жатыр. Абай кең құлашты, мол тынысты, эпикалық тұлға. Осы кітаптарды оқуыңыз келсе, Строительный кітапхана филиалына келіңіздер.
Біздің мекен жайымыз Бородина 215.